Кейбір намаздар бар. Жоғарыға көтеріліп, тасталған бір тряпка болып, бір шүбірек болып, бетіңе қайта ұрылады екен. Мені қорлағандай, Құдай сені қорласын дейді екен. Сондай намаздар бар. Намаздарымыз сондай болмау керек. Мені қорлағандай, Құдай сені қорласын дейді екен. Адам жақтырмаған нәрсесінен тезірек құтылғысы келеді. Ескіріп қалған дүниеңді қойып қоймайсың, тастайсың. Тіпті бір адам келді, жақтырмай тұрсын, тезірек жақсы дейсің да, тезірек одан құтылғың келеді. Намаз ондай керек емес болған нәрселердің қатарында тұрмау керек ағайын. Намаз сен керек қылмай былай олай оқып жатсың ба, ол Құдайға керегі де жоқ оның. Өзіңе керек қылмаған нәрсені Құдайға қалай ұсынбақшысың сен? Құран кәрімде Аллах Тағала пайғамбарға айтады, бұйырып жатыр, айт оларға, амал етіңдер, амал жасаңдар. Алла да көреді оны. Алланың елшісі де, мүминдер де оны көреді дейді. Яғни Алланың құзырына ұсынып жатқандай қылып істе әрбір ісіңді. Ол көреді оны. Жақсы болса бағаланады. Істі жақсы істесең, ел жұрт та бағалайды оны. Мақтайды сосын, бәрекелді, міне қандай жақсы қылып істеді деп. Алла субханаху ва тағала сол деңгейде өтеуді нәсіп етсін баршамызға намазымызды.